Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай әдемі үлпілдек бауырсақтар дайындайтын боламыз. Қараңыздар, бауырсақ қандай тамаша піскен, іші барлығы жұп-жұмсақ, іші нанды, ешқандай қуыс емес. Қараңыздар, егер де осындай бауырсақты үйренгілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ал достар, бауырсақты әзірлеуге сүт, ыстық су, сұйық май, қант, ашытқы, тұз және де ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға сүт пен суды қосып араластырып аламыз. Енді осының үстіне қантымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Қантымыз жақсылап араласқаннан кейін үстіне ашытқымызды қосып, ашытқыны да жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне 2 немесе 3 қасық ұн саламыз, шай қасықпен. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, ендігі кезекте осының бетін пищевой пленкамен немесе меңгіндей жапқышпен жақсылап жабамыз. Ешқандай бір ауа өтпеу керек. Содан кейін 10-15 минутқа микроволновканың ішіне қойып қойыңыздар достар. Ал мінекей апарамыз. Қараңыздар, қандай болып әдемі болып көтерілді. Ешбір ауа өтпесе осылай әдемі көтеріледі достар. Ендігі кезекте апарамызбен ұнды бір-біріне араластырамыз. Ең алдымен ұнымызға тұзды қосамыз. Енді осының үстінен апараны қосып, жақсылап нанымызды илеп аламыз, иі қанғанша дейін. Ендігі кезекте үстіне сұйық майымызды қосып, нанымызды ары қардай жақсылап илейміз достар. Иі қанғанша дейін илеңіздер. Ал мінекей достар, нанымызды илеп алдық, қолға жабыспайды. Ендігі кезекте бетін пищевой пленкамен немесе дәл осындай жапқышпен жауып, 40-50 минутқа жылы жерге қоя тұрамыз, ауа өтпейтіндей. Мінекей 50 минутымыз өтті. Енді ақырындап бетін ашып, нанымызды жақсылап қайтып басамыз. Енді үстелдің үстіне ұнымызды сеуіп, нанымызды осының үстіне илейміз. Достар, жақсылап иі қанғаннан кейін нанымызды тең ортасынан бөліп, өз қалауларыңызша дөңгелетіп ессеңіздер болады, немесе дәл менікіндей ұзыншаға жайып, дөңгелек етіп кессеңіздер болады достар.
Достар, нанымызды толық кесіп алғаннан кейін ғана үстелдің үстіне таза орамалымызды төсеп, осының үстіне нанымызды тиетін боламыз. Ол үшін сәл ұнға нанымызды аунатып үстінен басасыздар. Осылайынан барлығын қайталап шығасыздар достар. Содан кейін 10-15 минутқа бетін жаба тұрасыздар. Майдың қызған қызмағанын тексеру үшін үстіне сәл ғана нанды салып көріңіздер. Нан бірден бетіне көтерілсе, онда бауырсағымызды пісірсек болады. Яғни мінекей майымыз қайнады. Осыған бауырсағымызды салып, жақсылап сарғайғанша дейін екі жағынан аунатып пісіріп аламыз достар. Ал достар, мінекей жұп-жұмсақ үлпілдек бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.